Құрметті ата-аналар, кез келген ата-ана баласының болашағына, олардың әртүрлі зиянды заттардың әсерінен келетін қауіпке бей-жай қарамауы керек. Бүгін біз ата-ана ретінде жауапкершілік туралы сөйлесеміз. Біздің ортақ мақсатымыз жасөспірімдер арасында нашақорлықтың таралуына жол бермеу. Балалардың есірткі ортасына түсіп кетпей, оларға дер кезінде қорған болу үшін мінез-құлқындағы психологиялық өзгерістерге басар назар аудару маңызды. Біз бәріміз жұмыс бастымыз. Балалармен сөйлесуге, оларда не қызықтыратынын, қандай қиындықтарға тап болғанын білуге уақытымыз жетпей жатады. Алайда бұл өте маңызды. Өйткені кезде баланың есірткіге тәуелді болып, оның тұзағына түсіп қалуы үшін көзден таса болған бір сәт қана жеткілікті. Нашақорлық мәселесіне мән берген әр ата-ананың әрекеті жасөспірім арасында есірткі тұтынуды едәуір төмендетуі мүмкін. Бұл құқық қорғау органдары, нарколог, дәрігерлер мен мұғалімдердің мәселесі ғана емес. Ата-аналар да жұмылуы қажет. Сонда ғана бірлескен күш-жігерімізбен біз есірткі бизнесі мен нашақорлыққа тойтарыс бере аламыз. Өйткені бала үшін алдымен ата-ана жауапты. Сондықтан сіз балаңыз қарайтын барлық сайттарды тексеріп, оның достары мен таныстарын, араласатын ортасын білуіңіз керек. Бір сөзбен айтқанда балаңызды қараусыз қалдырмаңыз. Ішкі істер министрлігі нашақорлықтың алдын алу және есірткінің синтетикалық түрлердің заңсыз айналымына қарсы күрес саласында тиісті шаралар кешенін қабылдап жатыр. Есірткі туралы заңына 2019 жылы күшіне енген түзетулердің арқасында жаңа психобелсенді заттарды мемлекеттік бақылауға жедел қою тетігі заңнамалық түрде бекітілді. Сол сәттен бастап есірткінің ұлттық тізімі барлығы 115 жаңа атаумен толықтырылды. Нәтижесінде бүгінде белгілі есірткі психотроптық заттар мен олардың аналогтары мемлекеттік бақылауға алынды. 2020 жылы ақпараттық коммуникациялар жүйелерді пайдалана отырып, есірткінің заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілді. Тиісті саралау белгілері, есірткіні өткізу, тұтынуға көндіру, оларды дайындауға арналған заттар мен құралдардың айналымы сияқты қылмыстардың құрамдарына енгізілді. Сондай-ақ есірткіні жарнамалау мен насихаттау үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Оған есірткі сайттарының электрондық мекенжайлары бар граффити таратушылар және тиісті ақпаратты орналастырумен байланысты өзге де әрекеттер жатады. Дені сау ұлт әрбір азамат үшін сапалы және қолжетімді денсаулық сақтау ұлттық жобасы шеңберінде денсаулық сақтау министрлігі алкоголь және есірткі бойынша Еуропалық мектептегі зерттеу жобасының әдіснамасы бойынша жастар арасында психобелсенді заттарды қолдануға қатысты зерттеу жүргізуді